8 ғасырдан бастап 18 ғасырға дейінгі деректерді зерттеймін. Олар әртүрлі тілдерде парсы, араб, түркі шағатай, немесе ойрат, сол тілдерде жазылған деректер. Олардың ешбір қайсында тәңіршілік туралы мәлімет жоқ. Әшірбек Муминов, шығыстанушы, профессор, тарих ғылымдарының докторы. Біз 16-шы, 15-ші, 14-ші ғасырдағы қазақтардың, түркілердің мәдениеті, діндері туралы сөйлейтін болсақ, сол ғасырлардағы деректерге сүйенуіміз керек. Ал ол деректерде тәңіршілік хақында ешбір сөз жоқ. Ешбір ол туралы сөйлемейді. Бәр жерде қазақтар 12 ғасырдан бері ислам дінін қабылдағаны туралы пікір бар. Патша өкіметі тұсындағы этнографиялық зерттеулерге шыққан саяхатшылар түркі халықтарының мұсылмандығын елеусіз қалдырып, жұрт тұрмысының ескі тәңіршілдік, шаманизм элементтерін іздеп көтермелеп көрсеткен. Сондықтан да шаманизмді зороастризм, жансыз затқа, пұтқа табыну, ата-баба культі, мифология элементтермен будандастырып дін құрастыру идеясы отарлау құралы ретінде қолдан қолға өтті. Шындығында біздің қазақтарды тарихын қарайтын болсаң, бұлар шаман болған, бұлар ешқандай жаңағы шариғатты білмеген деген бұрынғы ориенталистік тенденциямен жазылған еңбектер тола. Досай Тұрсынбайұлы, философия және теология ғылымдарының докторы, профессор. Оның біреуін сіз өзіңіз білесіз, біздің Шоқан Уәлихановтың естелік жазбаларында да біздің дініміз туралы осындай солақай пікірлері бар. Оның ешбір мақаласымен танысып шықсақ, қазір бәріміздің қолымызда оның шығармалары бар. Ешбір тарихи деректерге сүйеніп отырған жоқ. Оның бірінші материалы 19 ғасырдағы халық өмірі, оның ішіндегі халықтың әдет-ғұрыптары, ауызша фольклор негізінде осындай қорытындыға келді. Бұл ғылыми тұрғыдан тура емес деп есептейміз. Бірінші себебі ең бірінші болған күш беріп бұл әрекетті бастаған патша өкіметі болды. Өзіңдеріңізге жақсы мәлім, жерлеп алған өз колонияларында Россия империясы православ дінін таратпақты мақсат етіп қойды. Соның үшін ол жерде идеологиялық жұмыс алып барып, бұл халықтардың мәдениеті терең емес, мемлекетшілігі болған емес, мемлекетте ешқандай идеология, мәдениеттің бір бөлшегі діні болған емес. Бұлар язычниктер деген ұғымды таратуға әрекет жасады. Бүтін Ресей ғылымы осы үшін қызмет етті. Бұл бағытта Россия кейбір региондарда, мысалы Якутия, Алтай, Бурятия, сол жерлерде біраз христиан православ дінін таратып, жетістіктері ие болды. Тәңіршілікті қайтадан алып келіп, Қазақстан қоғамына қайтадан орнатуға тырысу, оның ішінде құндылықтарын қайтадан жаңғыртып, ортаға қосып, қайтадан бір дін қалыптастыру, бұл жаңағы табиғи болмайды. Кеңшілік тышқан, дінтанушы, философия ғылымдарының кандидаты. Бұл жасанды болады. Ал жасанды дүние әр уақытта адамдардың көңілінен, жүрегінен орын таба бермейді. Ғарылып айтқан, Қазақстанда қазақтардың арасында ислам бұлай еркінірек, өзінің табиғи жағдайымен орныққан екен. Арғы халықтан түсінікті елдің бойында бар. Сондықтан да біздің міндетіміз сол арғы халықтық наным түсінікке жаңағы екпін түсіре отырып, бұларды адастыру дейді. Дихан Қамзабекұлы, филология ғылымдарының докторы, профессор. Бір кезде айтқам, Радлов эффектісі деп айтқам, бастан сипап отырып, жүрегіңді, миыңды, діліңді басқа жаққа аударып жіберу. Сол сияқты қазіргілердің айтып отырған бұл әрине, ол анау мыңдаған жылдағы дәстүрінен айырылып қалсын деп отырған. Тіл қолданысымыздағы тәңір сөзі. Осы идеяны көтермелейтіндер сүйенетіндей тәңіршіл болғанымызды білдірмейді. 2003 жылы Анкара қаласында бас қосқан түркі тектес 36 мемлекеттің ғалымдары тәңір сөзінің төркіні көне түркі тіліндегі тең, тұрақты, ңір, шексіз дейтін екі атаудың қосындысы деген пікірге тұрақтады. Яки тәңір сөзі дербес діннің ұғымы емес, бар болғаны жаратушы, Құдай, Алла сөзінің түркі тіліндегі атауы ғана. Бұдан дін жасау деген дұрыс болмайды. Сіз қарасаңыз, мынау тәңір деген кезде, тәңірде мынау діндерде бар институттар жоқ. Оның Құдайы, пайғамбары, тағы басқа атрибуттар оның жоқ. Ғарифолы есім, профессор, Қазақстан Республикасының ұлттық ғылым академиясының академигі. Біздің тарихымыз. Соғыттан сол тарихымызды енді сенімге айналдыру дұрыс емес. Ол сенім емес.
сенім исламмен келді. Біз руникалық түркі жазбалар, ескерткіштерге иеміз. Оның ішіндегі кейбір элементтерді бұлар бармақ ішінен сорып, жаңа идеялар шығаруға әрекет жасайды. Бір кішкентай мәтінді 100-200 түрлі интерпретация жасап, өздерінің ойларын бағана тексттерге бұлар тағып отыр. Осыдан бір 10 шақты жыл бұрын Татарстаннан бірнеше ғалым келді. Солар Астанаға келіп, осы маңайдағы синагога, басқа нәрселерді көріп айтады, біз мына жерге дейді тәңір дініміздің бір ғибадатханасын салуымыз керек дейді. Содан кейін біз сұрақ қоямыз, ол ғибадатхана қалай, неден тұрады? Қай жерде болған? Ол шамамен деп қиялымен бір нәрседен құрайды. Ол жерде егер анализ жасайтын болсақ, ескі коммунизм, атеизм саясаты идеологиясы құлағаннан соң кейбір атеистік адамдар дін мәселесінде өзінің позициясын таба алмай қалды. Соның үшін олар әртүрлі ойдан шыққан идеяларды ойлап тауып, өздерінің клубтарын ашып, интернетте сайттарын ашып, сондай жұмыс жүргізіп жатыр. Бұлардың барлығын егер үш заманды біз анализ етіп келетін болсақ, исламға қарсы болған проект деп атауымыз мүмкін. Өте көп зардап бар. Себебі бұл тексерілмеген қате информация. Қате информацияны тарату, өзіңіз білесіз, бұл қандай ауыр бір жайт екенін. Бұл жастарға жаман әсер етеді. Екіншіден, бұлар қазіргі уақытта болып жатқан идеологиялық соғысқа қатысы болады. Біздің дініміз ислам жағында болуымыз керек. Тәңір деген бұл өткен біздің халқымыздың мәдени, тарихи кеңістігі, дүние танымы. Солай қарасақ, біз халқымызды өсіреміз, көркейтеміз. Егер Тәңірден дін жасап, оны исламмен қатар қойып, оны екеуін таластырып қоятын болсақ, өте үлкен қателіктерге барамыз.